Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Каналға распаковка видео салмағаныма біраз болды. Бүгін осы товарларға распаковка жасайтын боламыз. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Кеттік. Бірінші товар бізде осындай ұлдарға арналған көктемді курткалар. Екі размерін берген, біреуі 120, ал екіншісі 130. Продавец размерлерін қадастырмай толық салып жіберген. Ондай купонын салып жіберген екен. 2 юандық. Сосын бұл екі куртканың бағасы әрқайсысы 27 юан. Теңгемен есептегенде 1800 теңге. Екі куртка бірігіп 688 грамм болды. Теңгемен есептегенде ол примерно 1400 теңге. Сонда екі куртканың бағасы Қытайдан Теміртауға дейін келуі 5000 теңге. Бір куртка 2500 теңгеге шығып тұрсында. Өзінің бағасына стоит. Мына жерде тегістері барлығы нормально. Цветі, размері соответствует. Қазір қарасын ашып көрейік. Бұл енді бір размерге кіші, 120 размер. Жалпы балаларға куртка киім алатын кезде баланың бойы мен салмағын продавецке жазып жіберсеңіз, сізге қандай размер тапсырыс беру керек, соны айтатын болады. Мен солай продавецке жіберген болатынмын. Продавец ұсынған размерлерге тапсырыс бердім. Одан бөлек живой фотоларына қарап, сол жердегі размерлерге қарап тапсырыс берсеңізге болады. Енді келесі тап осындай қызыма арналған шапка көктемдік болу керек. Бұл менде өзінің бағасы 15 юан, 1000 теңге. Сосын бесі 250 теңге. Онда бұл санутымен шапка келумен 1250 теңгеге шығып тұр. Март-апрель айында киюге келеді. Енді көктемге прям қатты жұқа деп айта алмаймын, сәл қалыңдау. Келесі менде осындай шарф, размері 80-де 180. Бұл шарфтың сайттағы бағасы 9 юан, салмағы 140 ондай. Келемен бір 900 теңгеге шықты. Бұл шарф менде матасы өте прям приятный, жақсы. Көктем кезінде өте жақсы. Өзіме ұнады осы шарф. Келесі товар бұл менде кепкаға ұқсайды. Осындай вакуумный пакетке салып жіберген, чтобы там кепка формасын жоғалтпау үшін. Фотода қандай болса тура сондай. Суреті бәрі соответствует. Мына жерде кішкене тәртіп етіп тұр екен. Бұл кепка менде келумен 1100 теңгеге шығып тұр. Ал енді келесі товар бізде бұл менде мынандай подкермес жасалған очки. Осындай өзінің коробкасымен, өзінің карточкасы, футляры және тряпкасы барлығын салып жіберген. Осындай қара түсін таңдаған болатынмын. Сол қара түсін салып жіберген. Бұл очки менде келуімен 2200 теңгеге шығып тұр. Маған өте қатты ұнады. Ал енді келесі товар бізде бұл пижаманың салмағы 514 грамм болды. Өзіме арналған. Тоже бой мен салмақ бойынша таңдаған болатынмын размерін. Фотода қандай болса тура сондай. Тоже текстері былай енді прям күшті деп айта алмаймын, но өзінің бағасына стоит. Келуімен 3100 теңгеге шығып тұр бұл пижаманың бағасы. Келесі товар бұл менде 9 штук патчи. Бұл менде барлығының коробкасы осындай дымқыл болып келген. Ішінде бірдеңе қалды ма деп ойлағам, но нормально. Прям қатты төгіліп келмеген. Ішінде мінекей осылай. Осы 9 штук патчи келумен 4,5-ға шығып тұр. Біреуінің бағасы 500 теңге.
Келесі менде мынандай 30 штук маска ткановый для лица заказ берген болатынмын. 3 түрлі түсінен әрқайсысы 10 штуктан. И бұлардың бағасы менде келумен 3400 теңге. Ал достар, видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Распаковка видео осымен аяқталды. Жалпы басқа да распаковка видеоларды көргіңіз келсе, маған каналға тіркеліп, осы видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Ал егер Қытайдың басқа да сайттарын үйренгіңіз келсе, маған WhatsApp-қа жазыңыз. Сіздерге жеңілдікпен үйрететін боламын.